Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақ алдындағы көңіл-күй. Қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын. Бүгінгі күн біз үшін сәттілікке толсын. Біліміңді қолдан, сызба бойынша ойыңды айт. Бақыт, денсаулық, ата-ана, білім, байлық, жағымды мінез-құлық, атақ, өнер, ақша. Бүгінгі сабағымыз не туралы болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымыз яғни бақыт туралы. Олай болса, мен бақытты баламын. Бақыт деген не? Түрік халқының ертегісі. Оқу мақсаты: кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау. Шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Сабақтың мақсаты: ертегіні түсініп оқу, ертегінің маңызды тұстарын талдау, салыстыру, кейіпкерлердің іс-әрекеті мен мінез-құлқын сын тұрғысынан ойлап бағалау, сұрақ қою және жауап беру. Бағалау критерийі: мәтін бойынша түсіндіру, бағалау сұрақтарын құрастырады және жауап береді. Кейіпкерлердің бойындағы іс-әрекетіндегі өзгерістерді түсіндіреді. Мәтіннің кейіпкерлеріне қатысты көзқарасын білдіреді. Ертегі деген оқиғаның ғажайып етіп, әсерлеп жеткізетін шығарма. Ертегіден халықтың ой арманы, тұрмыс тіршілігі, қоғамдық өмірі, дүниетанымы көрініс табады. Кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау. Бақыт деген не? Түрік халық ертегісі. Ертеде бір бозбала болыпты. Ол өзінің кедейлігін айтып, үнемі мұңаяды екен. Ой, шіркін-ай, мол байлығым болса, өмірімде жақсы болар еді. Бақытты болып қызық дәурен сүрер едім деп армандайды екен. Бір күні үйінің жанынан өтіп бара жатқан тас қалаушы шебер бозбаланың сөзін естіп қалады. Қасына барып: сен неге соншама қайғыра бересің? Сенің мол байлығың бар ғой, мұңая берме, деді. Менің байлығым бар дейсіз бе? Деп бозбала таңғалады. Қайда ол байлық? Қандай байлықты айтып тұрсыз өзіңіз? Сенің баға жетпес байлығың, айналаңды анық көретін көздерің, дейді қария. Бір көзіңді қанша ақшаға сатар едің? Немене? Ақысына басқа не сұрайсың? Дейді шебер. Не айтып тұрсыз? Деп бозбала шошып кетеді. Мен көзімде ешқандай ақшаға да, басқа қымбат дүниеге де бермеймін. Жарайды, дейді тас қалаушы. Онда қолдарыңды кесіп сат. Ақысына көп алтын аласың. Жоқ, мен қолдарымды да ешқандай алтынға бермеймін, дейді бозбала безілдеп. Балам, менің ойымды енді түсінген шығарсың, дейді тас қалаушы қария. Сен өте бай, нағыз бақытты адамсың. Қайғыра берме. Көпті көрген мен сияқты қарттың сөзіне сен. Адамның ең зор байлығы денінің саулығы. Денсаулықты ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Дені сау адам ең бақытты адам, деп қария бара жатқан жолымен әрі қарай жүріп кетіпті. Дескриптор мәтіні мазмұны бойынша түсіндіруге, бағалауға бағытталған сұрақтар құрастырады, сұрақтарға толық жауап береді. Тас қашайтын шебер мен бозбаланың мінез-құлқын салыстыр. Шебер қандай, бозбала қандай, екеуінің ортақ қасиеті қандай? Міне сол туралы өздеріңіз балалар айтып өтетін боласыздар. Неліктен денсаулықты сатып алуға болмайды? Дәлел келтір. Менің ойымша дәлелдеп, тұжырымдап айтып шығасыздар. Яғни осы кесте бойынша тұжырымдарыңызды айтып жеткізетін боласыздар. Шығармадағы қатысты бірнеше күрделі сұрақ қатарын белгіле. Шығарманы мақал-мәтелден түйіндеуге бола ма? Неліктен бозбала үнемі мұңайып отырды? Бозбаланың жанына келген қария шебер ме? Бұл шығармадан қандай ой түюге болады? Қария қандай ақыл айтты? Күрделі сұрақ бұл ұзақ жауап беруді күтін сұрақ. Күрделі сұраққа жан-жақты егжей-тегжейлі жауап беріледі. Күрделі сұраққа жауап беруде бір ғана жауап жазылмайды. Дескриптор күрделі сұрақтарды ажыратады. Бірінші, екінші сұрақты бір балмен бағаланады. Шығарманың ортаңғы бөлігін тап. Бір күні үйінің жанынан өтіп бара жатқан тас қалаушы шебер бозбаланың сөзін естіп қалады. Қасына барып: неге соншама қайғыра бересің? Сенің мол байлығың бар ғой, мұңая берме, дейді.
Ертеде бір бозбала болыпты, ол өзінің кедейлігін айтып, үнемі мұңаяды екен. Ой, шіркін-ай, мол байлығым болса, өмірімде жақсы болар еді, бақытты болып, қызық дәурен сүрер едім деп армандайды екен. Сен өте бай, нағыз бақытты адамсың, қайғыра берме. Көп көрген мен сияқты қарттың сөзіне сен. Адамның ең зор байлығы денінің саулығы. Денсаулығыңды ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Дені сау адам ең бақытты адам деп, қария бара жатқан жолмен әрі қарай жүріп кетеді. Дескриптор ортаңғы бөлікті табады, бір балмен бағаланады. Яғни ортаңғы бөлігіміз ең бірінші тұрғаны екен. Үзіндіні оқы, көп нүктенің орнына тиісті сөз тіркесін қой. Сен өте бай, нағыз бақытты адамсың, қайғыра берме. Көп көрген мен сияқты қарттың сөзіне сен. Адамның ең зор байлығы денінің саулығы. Дені саулықты ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың дейді. Дені сау адам ең бақытты адам деп, қария бара жатқан жолымен әрі қарай жүріп кетеді. Дескриптор үзіндіні толықтырады. Бір балл дұрыс нұсқаны табады, бір балмен бағаланасыздар. Отбасында өмірде бақытты болу үшін не істер едің? Керекті сөздерді қолданып сұраққа жауап бер. Керекті сөздер: ата-ана, білім, атақ, қызмет, байлық, өнер, денсаулық. Бақыт деген не? Ата-ана, денсаулық, білім, өнер. Үй тапсырмасы: денсаулығыңды күтуге арналған ереже құра. Денсаулық туралы мақал-мәтел жаз. Сабақтың соңындағы кері байланыс. 3Q әдісі: қызықтысы құнды болды, қиын болды. Назарларыңызға рахмет балалар. Сау болыңыз.